Сәлеметсіңдер ме менің 8-ші сынып оқушыларым. Бүгін қазақ әдебиеті сабағынан 2-ші БЖБ-ны талдайтын боламыз. Бұл 90-да Дананың көзі деген тарауды өтіп жатқан болатынбыз. Соның ішіндегі ақтан берді сарылымның күлдір-күлдір кісінетіп және балаларыма өсиет шал киіз жыраудың шығармаларына келіп тоқтаған болатынбыз. БЖБ-ны бастамас бұрын өлі арнаға тіркеліп алайық оқушыларым. Ал ендеше достар, бірінші тапсырманы бастайық. Бірінші тапсырмада үзіндідегі кейіпкерлердің сипатын ашуға, тілдік ерекшелігіне талдау жасаңыз дейді. Өлең жолдары берілген. Сен алтынсың, мен пұлмын. Сен жібексің, мен жүнмін. Сен сұлтансың, мен құлмын. Сен сұңқарсың, мен қумын. Жемсауыңа келгенде сұлтан ем, сен сом жүрегім аямаң. Саған дұшпан, маған жау, керекті күнде алдында. Ғазизленген сұлтан жаным аяман деп осындай бір өлең жолдарын берген екен. Енді осы өлең жолдарындағы сипатын және тілдік ерекшелігіне назар аударайық. Олай болса, бірінші тапсырманың жауабына тоқталайық. Бірінші тапсырмада өлең жолдарының ақынның салыстыра шендестіре отырып ішкі жан дүниесін тыңдармандарға ақтарады. Мысалы, ақын өзін құлға, жердегі құмға, жүнге теңесе, енді бір кейіпкерін қарама-қарсы алтын, жібек, сұлтанға, сұңқарға теңестіреді. Мұнда теңестіру арқылы ақын антитеза, метафора, эпитеттерді керемет қолданған хас шебер екенін көреміз. Оқушыларым осы жерде тапсырманың жауабы бір бетке сыймай қалғандықтан келесі бетіне жазған болатын. Енді тілдік ерекшеліктеріне тоқталайық. Яғни бұл жерде антитеза бар, қарама-қарсы қою. Сен алтынсың, мен пұлмын. Сен сұлтансың, мен құлмын дегенде сөйлемдер қарама-қарсы қолданылып тұр. Ал енді метафорасына тоқталатын болса, сен сұңқарсың, мен қумын. Бұл жерде ақын өзін аң құсқа теңеп, сұңқармын деп, яғни қу мен екеуінің айырмашылығын көрсетіп тұр. Келесі эпитетке тоқталатын болсақ, бұл жерде сом жүрегім деген сөз тіркесі арқылы жасалып тұр екен. Бұл жүректің кеңдігін, ақылдың молдығын айқындап тұр екен. Міне осылай бірінші тапсырманың жауабын осындай аяқтадық. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада шығарманың тақырыбы мен идеясын салыстырып, шығармалардың тарихи құндылығына қатысты ойыңызды қорытындылаңыз дейді. Яғни шығармалар екі тақырыбы, яғни күлдір-күлдір кісінетіп, Бейтемірге бірінші толғау деген екі шығарманың ортақ тақырыбы, идеясы жайында кестені толтыратын боламыз. Және де бұл да бірінші бетке сыйған жоқ, енді екі бетке бөліп жаздым. Бірінші тақырыбына батырлық, ерлік жайлы өлең жазылған, яғни күлдір-күлдір кісінетіп шығармасында. Екінші Бейтемірге бірінші толғау дегенімізде әділетті және дана билік туралы ой толғаған. Екі шығарманың идеясы қазақ батырларының жаугершілік кезіндегі ерліктерін дәріптей келе ақын армандарын айта отырып болашақ ұрпаққа сенім артады. Екінші шығармада сол кездегі әділетті ел басқару істері жайында шендестіре отырып толғанады. Идеясы елді әділ басқаратын, ел ішінде тыныштық болады дегенді меңзейді. Сонымен енді екі шығарманың кестеге салып несін орындадық. Енді қорытындысына назар аударайық. Қорытынды мәтінде, яғни екі шығарманы оқыған кезде қандай ой түйдіңіз деп сұрап тұр. Қорытынды екі өлеңде де халық жайы, ел қамы, батырлардың ерліктері сөз етілген. Сонымен қатар күлдір кісінетіп өлеңде батырлардың арманы, келешек ұрпаққа деген сенім байқалса, Бейтемірге бірінші толғау өлеңде ақын ел басқару істерін әділ жүргізген адам ең алтын адам деп теңдестіреді. Себебі ел басқару да кез келген жанның қолынан келе бермейтін іс екені анық. Екі шығармада тарихи құнды шығарма, өз дәуірінің тарихи көріністерін бейнелеген өлең толғауы батырлық пен ерліктің, әділдік пен парасаттылықтың пайымын түсіндіріп тұрғандай. Міне оқушылар, осылай екінші БЖБ-ны да талдап болдық. Сіздерге ұнап жатса арнаға қолдау білдіріп, тіркеліп қоңыраушаны үстінен баса өтіңіздер.